Мен Оңайалиева Майсара Ғадылбекқызы, болашақ бөбекжайының педагог модератор тәрбиешісімін. Бүгінгі тақырыбым аңдардың қыс мезгіліне дайындығы. Мақсаты мультстудия жасанды интеллект арқылы балалардың сөз құрларын молайту, адал азамат, біртұтас тәрбие бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында мектеп жасына дейінгі балалардың шығармашылық қиялдарын ретілі арқылы сөздік құрларын молайтып, тіл байлықтарын дамыту. Сюжеттік бірізділікті сақтай отырып, көңіл күймен қисынды мазмұндауды және қазақ тілін сөйлеуге үйрету арқылы ұлттық құндылықтарды дәріптеу. Міндеті театрландырған қойылымдар арқылы балалардың тілін дамыту, ауызша сөйлеуде дыбыстар анық айтуға үйрету, кейіпкерлердің іс-әрекеті мен дауыс ырғақтарын сәйкестендіре дұрыс сөйлеуге баулу. Тәрбиелігі ертегілер арқылы балалардың адамгершілікке, мейірімділікке және еңбексүйгіштікке тәрбиелеу. Әдіс-тәсілдері мультстудия және жасанды интеллект технологиясы. Мультфильмнің құрылу процесінде төмендегідей кезеңдерден тұрады. Сценарий құру, рөлдерді талдау және тапсырмаларды бөлу, ұсынған техника мультфильм кейіпкерлерін құру, қысқа метражды түсіру, персонаждарды дыбыстау, компьютерлік бағдарламаларда мультфильмдерді монтаждау, мультфильмді көрсету. Бұл жерде бізде қажетті көрнекіліктеріміз каста және мультстудия сахнасы. Мына жерде бізде мүсіндеуде ермек түрлі ермексіздер пайдалана отырып, балалардың алдына берілген ертегілердің кейіпкерлерін мүсіндеу арқылы өзінің қиялын, шығармашылық қабілеттерін дамытады. Сонымен қатар күнде өздерінің құрастырғыштары қолданып жүрген құрастырғыштарда берілген ертегілердің суреттері берілген құрастырғыштар бір-біріне құрастыру және бүктеу бізде түрлі түсті қағаздарды қолдану арқылы оригами әдісімен ертегілердің кейіпкерлерін бүктеу арқылы, оригами әдісін қолдану арқылы ертегілердің кейіпкерлерін шығару. Мына жерде бізде балалар өздерінің түрлі түсті қағаздарын пайдалана отырып, берілген суреттерден сахна жасап, сонымен қатар кірпі мен тиын ертегісінде ермексіздер пайдалана отырып, кейіпкерлерін мүсіндеу арқылы өздерінің қиялдарын дамытып жатыр, шығармашылықтарын қабілеттерін, және осы барлығы болғаннан ертегінің кейіпкерлерін мүсіндеп болғаннан кейін оны орман сахнасына қойып, және өздерінің сол жаңағы жасаған жұмыстарына баға беріп тұрған кезімізден үзінді. Бұл жерде бізде мультстудияға кірместен бұрын балалар кассаға келіп билет алу сәтінен үзінді. Билет алу сәтімен және сонымен қатар балалар өздерінің тәтті попкорндарын сатып алу арқылы бір-біріне сыйластық танытып, және мультстудияға кірместен бұрын тәрбиеленушілеріміздің билеті бар жоғын өзіміздің тәрбиеленушілеріміз тексеру арқылы мультстудияға кірген сәтінен үзінді. Бұл жерде тәрбиеленушіміз мультстудия кабинетіне кірген кезде, мына жерде тәрбиешіміз Алдар Көсемен байдың ертегісін айту арқылы балалардан сұрақ жауап алуда, және сонымен қатар балалармен интербелсіз тақтаны қолдану арқылы көңілді құмырсқа ертегісін бізде балалардың көру сәтінен үзінді. Сонымен қатар бізде ПВХ материалын пайдалана отырып, әке мен бала ертегісінде бізде балалар орнына кейіпкерлерді дұрыс орналастыру сәтінен үзінді. Сонымен қатар күнде құрастырғыштарын пайдалану арқылы ақылды балапан ертегісін құрастырудан үзінді. Және сонымен қатар ермексазды пайдалана отырып, балалардың алдына берілген суреттерден ертегілерді құрастыру, бейнесін құрастыру. Мына жерде тәрбиеленуші ең бірінші балаларды топқа бөлген кезде алдына берілген суреттерден қай ертегі екен, және осы топта ол ертегінің ішінде қандай кейіпкерлер бар екенін, соның барлығын түсіндіріп, топтық жұмыстарының барлығын түсіндіріп, балалар тапсырма бергеннен кейін балалар өздері ары қарай жұмыстанып, өздерінің шығармашылық қабілеттерін дамытады. Мына жерде бізде түрлі түсті қағаздарды пайдалана отырып, жаңағы балалардың оригами әдісімен еңбекқор құмырсқа ертегісін бізде бейнелеген сәтінен үзінді. Мына біздің балалармен бірге жасаған жұмыстарымыз. Мына жерде айнель сөйлейтін жасанды интеллекттің адамның бет әлпетінің дауысы және басқа да жеке қасиеттерін танудың жасанды интеллекттің алгоритмін пайдаланатын жүйе. Бұл программа бізде жаңағы берілген бейнедегі ертегінің кейіпкерлердің дауысын, балалардың дауысын салу арқылы жандандыратын программаның бір түрі. Мына жерде Stop Motion Studio программасы бұл мобильді құрылғылар мен компьютерлерде қозғалысты тоқтату, анимация жасауға арналған бұл қолданба. Apple Android үшін қолжетімді. Бұл фотосуреттер сериясын түсіріп, содан кейін олар интуитивті интерфейс арқылы бейнеге көріктіру арқылы мультфильмдердің анимацияларды оңай жасауға мүмкіндік берді. Бұл Stop Motion Studio жаңағы балалардың жасаған, ермексазды жасаған, оригамиді жасаған түрлі түсті кейіпкерлерді жандандыратын программаның бір түрі екен. Бұл жерде
еңбекқор достар мультфильмі. Бұл жерде балалардың өздерінің қиялындағы кейіпкерлер мүсіндегеннен кейін осы екі программа қолдана отырып біз осындай ертегі шығардық. Ол күні бойы ән айтыпты. Билек көңілде болып жүреді екен. Бірақ еңбек еткенді ұнатпайды. Оның достары қыстың қамын ойлап өз індеріне азықтарын жинап жүреді. Әртүрлі ойнаймын, өлең айтып қоймаймын. Тым уайымсыз шегіртке келе жатып, азық тасып жүрген кірпіні көреді. Ойнау құлияты кеш қой. Кірпі досын істеп жүрсін. Еңбек етпесем, шықтан не іздеймін? Андан болған шегіртке. Еңбек кетсең өзің біл. Еңбекке мен бағым жоқ. Сөйтіп шегіртке секіріп кетеді. Келе жатса алдынан қоян кездесін. Сан досым, неге қиналып жүрсің? Қыстың қамын жаз ойла. Bir oylama, üç oylama. Şehirde anne келе жатқанда түйінмен кездеседі. Түйінменен ойнашы. Түнгі күле толда астын ойнала. Кел күн ойлап, қыстың ашынала. Тағуға қаласын. Жемістер көп, бастан көп. Ізгілі келіп, күн жуыта бастайды. Кезіп жүріп даланы, қымыз ханның ізін көреді. Құмысқа досым маған көмектесші. Еңбек етпегенін, ертеңі қиын болады. Достарым маған көмектесін дерсін. Мен де сен де сақты өзімнің азығымды жинаймын. Мына жерде балалар өздерінің қиялындағы ертегі кейіпкерлерін жасау арқылы, мүсіндеу арқылы және өздерінің ертегіні айту, дауыстарын салу арқылы бізде осындай осы мультфильмді бізде жандандыру видеосына үзінді болған. Бізде күтілетін нәтиже мектеп жасына дейінгі балалардың шығармашылық пен қиялдар ертегілер арқылы дамиды.